Сәлем достар! Бүгін біз сіздермен қайнатпа атала, яғни торттарымызға пайдаланатын кремді бірге жасайтын боламыз. Ең алдымен табағымызға мен осылай жұмыртқаларымызды салып алдым да, құмшекеріміздің азғантай бөлігін салып, венчикпен жақсылап құмшекеріміз ерігенше араластырып алдым. Енді мен ұн мен крахмалды осылай бөліп алдым. Біреуі ұн, біреуі крахмал. Екеуіні бірге жұмыртқамыздың үстінен салып, яғни қоспамыз бір келкі болғанша жақсылап араластыратын боламыз. Міне осылай бір келкі болды. Енді мен осындай ванильный сахар салып жібердім. Егер қаласаңыздар 10 грамм немесе 20 грамм салсаңыздар болады. Тағы да жақсылап араластырдық. Енді мен 700 грамм сүтімізді осылай жылы күйінде астын төмен отқа қойдым. Енді сүтіміз жылы күйінде мен жаңағы ұнымызды, араласпамызды осыған бірге қосып, жақсылап араластырып қайнататын боламыз. Және қалған құмшекерімізді осылай үстінен салып жібердім. Енді тоқтатпастан қайнағанша осылай араластырамыз. Міне біздің аталамыз дайын болды. Енді астын өшіріп, жылытып қоямыз. Және мен сливкидің 33%-гіні осылай миксерлеп алдым, сәл қою болғанша. Енді үстінен жаңағы дайын болған атала кремімізді сол сливкиміздің үстінен салатын боламыз. Енді мен ас қасықта 3 қасық қант ұнтағын, сахарная пудраны салдым. Сахарная пудраны салмасаңыздар да болады. Егер тәттілеу болсын десеңіздер ғана салыңыздар. Енді тағы да миксермен бір келкі болғанша осылай араластырып аламыз. Міне біздің креміміз дайын болды. Сіздерге ас болсын.